Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге осындай өте керемет жұмсақ ет аз кезде дайындалатын котлеттер дайындауға кеңес беремін. Менің арнамнан түрлі жаңа рецепттер шығып отырады. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен біз котлетті дайындау үшін фаршымызға айранымызды, жұмыртқамызды және де тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Яғни барлық керек ингредиенттерді қосып аламыз. Барлық ингредиенттің мөлшері описаниеда жазылып тұр. Бұнда мен 2 есесін пайдаландым. Описаниедағысы нақты рецепт. Мен бұнда көп қып жасаған, сондықтан бұл жерде 2 жұмыртқа қосылған. Пиязымызды және де сонымен қатар ұнымызды да қосып, жаңағы котлеттерімізді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осындай біркелкі масса пайда болу қажет. Осы массамызды біз қуыратын боламыз. Яғни ыстық отта қатты қызып тұрған майға котлеттерімізді салып, бетін жауып, асты қызарғанша жақсылап тұрып 3-4 минут пісіріп аламыз. Кейін орташа отқа қойып, екінші жағында аударып, қызарғаннан кейін екінші жағын аударып, бетін жауып, тағы да 3-4 минутқа пісіріп аламыз. Осындай керемет, өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.